Бірінші бөлім. Кіріспе. Сіз креатинин деңгейін түсіру үшін бар күшіңізді салып жүрсіз. Бірақ нәтиже көрмей жүрсіз бе? Мүмкін шешім дәл қазір ас үйіңіздегі көкөніс жәшігінде тұрған шығар. Себебі, кейбір көкөністер креатининді төмендетуге, ағзаны тазартып, қабынуды азайтуға және бүйректі қорғауға көмектеседі. Бірақ бір маңызды нәрсе бар. Барлық көкөніс бірдей пайдалы емес. Бұл видеода бүйрекке қауіпсіз, әрі креатининді табиғи түрде төмендетуге көмектесетін ең қуатты 5 көкөніс жайлы білесіз. Әр көкөністің ағзада қалай жұмыс істейтінін, қандай дәрумендері маңызды екенін, қалай дұрыс әзірлеу керектігін және көп адамның кетіретін бір үлкен қателігін түсіндіреміз. Алдымен көпшілік бағалай бермейтін, бірақ өте пайдалы бір көкөністен бастаймыз. Пияздан. Пияз өте қарапайым көрінгенімен, оның құрамындағы күшті антиоксиданттар бүйректің жұмысын жеңілдетіп, креатининді түсіруге көмектеседі. Бұл қалай жұмыс істейді? Пиязда кверцетин деген қуатты антиоксидант бар. Ол ағзадағы қабынуды төмендетеді және бүйрек ауруларын тездететін тотығу стрессін азайтады. Бүйректегі қабыну азайғанда, олардың жұмысы жеңілдейді. Сонымен қатар пиязда ағзаға өте қажет темір, фолий қышқылы, А, В6, С және Е дәрумендері бар. Бір шыны, пиязда бүйрекке зиян емес мөлшерде калий мен фосфор кездеседі. Шікі пияздың талшығы токсиндердің шығуына көмектеседі. Бұл уақыт өте креатининнің төмендеуіне әсер береді. Пияз әсіресе қан қысымы жоғары, немесе қант диабеті бар адамдарға жақсы. Себебі, пияз табиғи түрде қан қысымын төмендетіп, инсулин сезімталдығын жақсартады. Пиязды қалай дұрыс жеу керек? Жейтін кезде. Мүмкіндігінше шікі күйінде жеуге тырысыңыз. Қабынуды азайтатын пайдалы заттар сол кезде көп сақталады. Сары немесе қызыл пияз таңдаңыз. Антиоксидант мөлшері ақ пиязға қарағанда бірнеше есе көп. Зәйтүн майымен баяу қуыруға болады, бірақ майды көп қоспай. Жасамау керек нәрселер. Пиязды қатты қуырып жібермеңіз. Пайдалы заттарының көбі жойылады. Тұзды көп қоспаңыз. Бүйрекке үлкен салмақ түсіреді. Шамадан көп жемеңіз. Кебу, газ, иіс шығарады. Пияздан кейін креатининді табиғи жолмен төмендетуге көмектесетін келесі маңызды көкөніс – баклажан. Көп адам баклажанды тек тағамға дәм беру үшін ғана қолданады, бірақ оның құрамында бүйрекке ерекше пайдалы заттар бар. Сонымен қатар баклажан бүйректі қорғайтын антиоксиданттарға өте бай. Баклажанның құрамындағы ең негізгі зат насунин деп аталатын антиоксидант. Бұл зат бүйрек жасушаларын зақымдайтын зиянды молекулаларды бейтараптандырып, бүйректің жұмысын жеңілдетеді. Насунин әсіресе баклажанның қара күлгін қабығында көп болады, сондықтан қабығын аршып тастамау маңызды. Тағы бір плюс, баклажан калийге өте төмен, яғни бүйрек әлсіреген адамдарға қауіпсіз. Бұл дегеніміз, калий мөлшерін шектеу керек пациенттер баклажанды емін-еркін жей алады. Баклажан сондай-ақ өте төмен калориялы, бірақ талшыққа бай. Талшық ағзаны тазартуға, ішектің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі және креатининнің уақыт өте азаюына ықпал етеді. Баклажанның құрамында С дәрумені, К дәрумені, В6 дәрумені және магний бар. Бұл дәрумендер бүйректің жасушаларын қалпына келтіруге, қан айналымды жақсартуға және қабынуды азайтуға көмектеседі. Баклажан бүйрекке қалай әсер етеді? Бірнеше жолмен әсер етеді. Біріншіден, оның құрамындағы антиоксиданттар бүйректегі тотығу стрессін төмендетеді. Бүйрек ауруларында тотығу стресі жоғары болады, ал баклажан оны төмендетуге көмектеседі. Екіншіден, калий мөлшерінің аз болуы бүйрекке қосымша салмақ түсірмейді. Үшіншіден, баклажанның талшығы ағзадан токсиндердің шығуына көмектеседі. Бұл креатининнің қанда азаюына әсер етеді. Төртіншіден, баклажан қан қысымын табиғи түрде төмендетуге көмектеседі. Ал қан қысымы қалыпты болса,
бүйрекке түсетін жүктеме де азаяды. Баклажанды қалай дұрыс әзірлеу керек? Жасауға болатын тәсілдер. Пешке аздап зәйтүн маймен пісіру, булап пісіру, табаға майсыз қуыру. Есте сақтау керек. Баклажанды қатты майға қуыруға болмайды. Ол көп майда сіңіріп алады. Бұл бүйрекке пайдалы емес. Баклажанды күніне жарты порциядан бір порцияға дейін жеуге болады. Бастысы қабығын тастамау. Келесі көкөніс көптеген адамдар күнделікті жейтін, бірақ оның бүйрекке пайдасы жиі еленбей қалатын қызанақ. Қызанақтың құрамында ликопен деп аталатын өте күшті антиоксидант бар. Бұл зат бүйректегі қабынуды азайтып, жасушалардың зақымдануын баяулатады. Ликопен әсіресе қызанақты пісірген кезде күшейеді. Сондықтан қызанақты тек шекі түрде емес, піскен күйінде де жеу өте пайдалы. Қызанақтың құрамында С дәрумені, К дәрумені, фолий қышқылы және калийдің қалыпты мөлшері бар. Егер сізге дәрігер калийді қатты шектеуді айтпаған болса, қызанақ бүйрекке қауіпсіз көкөністердің бірі. Қызанақ креатининге қалай әсер етеді? Қызанақ ағзадағы қабынуды азайтады және бүйрек тіндерін қорғайды. Бұл бүйректің жұмысын жеңілдетіп, креатининнің уақыт өте төмендеуіне әсер етеді. Сонымен қатар, қызанақ қан қысымын реттейді, қан тамырларын нығайтады, бүйрек арқылы өтетін қан айналымын жақсартады, ағзада бос радикалдардың қирауын азайтады. Бүйрекке түскен салмақ азайса, креатининнің деңгейі де тұрақты төмендей бастайды. Қызанақты қалай дұрыс жеу керек? Шекі түрде жеуге болады. Салатқа қосып, майлы тұздық қоспай, қарапайым түрде қолдануға болады. Піскен түрде. Қызанақтың ликопені пісірген кезде бірнеше есе артады. Сондықтан пеште пісіру, қайнату, томат тұздығын қосу бәрі пайдалы. Қашан абай болу керек? Егер сізге калийді шектеу керек болса, мысалы бүйрек жеткіліксіздігінің 4-ші немесе 5-ші сатысы. Қызанақты күніне бірден көп жемеген дұрыс. Ал басқа адамдар үшін қызанақ қалыпты мөлшерде өте пайдалы. Қызанақтың бүйрекке қосымша пайдасы. Қызанақ бүйрек тастарының пайда болуына жол бермейді. Несеп жолдарының қабынуын азайтады, ағзаны жеңілдетіп, токсиндерді шығарады. Жүрекке де пайдалы. Ағзадағы қабыну және токсиндер азайса, бұл тікелей креатининнің төмендеуіне әсер етеді. 4-ші бөлім. Қырыққабат. Капуста туралы толық бөлім. Креатининді табиғи түрде төмендетуге көмектесетін келесі өте маңызды көкөніс. Қырыққабат. Бұл көкөніс бүйрек аурулары бар адамдарға әлем бойынша ең көп ұсынылатын тағамдардың бірі. Себебі қырыққабаттың құрамында бүйрекке салмақ түсірмейтін, бірақ ағзаны жақсы тазартатын ерекше қоректік заттар бар. Қырыққабат калийге өте төмен көкөністердің қатарына жатады. Сондықтан оны калийді шектеуі бар адамдар да еркін жей алады. Бұл оның бүйрекке қауіпсіз және қолжетімді негізгі тағамдардың бірі екенін дәлелдейді. Қырыққабаттың ең басты артықшылығы оның құрамындағы фитохимиялық заттардың көптігі. Бұл табиғи қосылыстар ағзадағы қабынуды азайтып, бүйрек жасушаларының зақымдануынан қорғайды. Сонымен қатар, қырыққабатта С дәрумені, К дәрумені, фолий қышқылы, талшық және антиоксиданттар көп. Қырыққабат креатининге қалай әсер етеді? Қырыққабат ағзадағы токсиндерді жоюға көмектеседі. Бүйрек дұрыс істемеген кезде токсиндер жинала бастайды. Ал қырыққабат осы токсиндерді ішек арқылы шығаруға көмектесіп, бүйректің жұмысын жеңілдетеді. Бұл екі түрлі жолмен әсер етеді. Бірінші, қырыққабаттың құрамындағы талшық токсиндерді байланыстырып, оларды нәжіспен шығарып отырады. Бұл креатининнің біртіндеп төмендеуіне қолдау көрсетеді. Екінші, антиоксиданттар бүйрек жасушаларын қорғап, қабынуды азайтады. Қабыну төмендеген сайын, бүйрек өз жұмысын жеңіл орындайды. Қырыққабатты үнемі жеген адамдарда ісінулер азаяды, қан қысымы реттеледі, бүйректегі қабыну басылады. Қырыққабатты қалай дұрыс жеу керек? Қырыққабат өте жан-жақты көкөніс. Оны шикі күйінде салатқа қосып, бұқтырып, буға пісіріп, қуырып емес, аздап майға бұқтырып, сорпаға қосып жеуге болады. Ең пайдалысы буға пісірілген немесе шикі түрі. Қырыққабатты қатты тұздап жемеу керек. Себебі тұз бүйрекке үлкен салмақ түсіреді. Ас тұзын қалай азайтсаңыз, бүйрекке соншалық жеңіл болады. Тұз қосқыңыз келсе,
Теңіз тұзын аздап қолдануға болады, бірақ мөлшерін тым көбейтпей. Сондай-ақ қырыққабатты майонезбен араластырмаңыз, бұл бүйрекке зиян. Қырыққабаттың қосымша пайдасы. Қырыққабат ағзаны қабынудан қорғайды, иммунитетті күшейтеді, ішек жұмысын дұрыстайды, токсиндерді шығаруға көмектеседі, артық салмақты азайтады, қандағы қантты реттеуге көмектеседі. Артық салмақтың азаюымен қабынудың төмендеуі, екеуі де бүйректің жұмысын жеңілдетеді. Ал бұл креатининді табиғи түрде төмендетуге әсер етеді. Қырыққабаттан кейінгі бөлімде келесі көкөніс. Жасыл бұршақ. Бұл көкөніс креатининді төмендетуге және бүйректі қолдауға көмектеседі. Жасыл бұршақтың негізгі пайдасы окислительный стрессін азайту және ағзаны токсиндерден тазартуды қолдау. Ол хлорофилге, флавоноидтарға және витамин С-ке бай. Бұл антиоксиданттар бүйрек жасушаларын қорғауға көмектеседі. Сонымен қатар жасыл бұршақ В тобының витаминдеріне де бай. Ол күнделікті фолат қажеттілігінің шамамен 9% және В6 дәруменінің 5% береді. Бұл витаминдер ағзаның протеиндерді сіңіру қабілетін жақсартып, креатинин сияқты қалдық заттардың жиналуын азайтады. Жасыл бұршақ сонымен қатар темірге де бай. Ол сау қызыл қан жасушаларын жасауға көмектеседі және анемияны болдырмайды. Бұл бүйрекке оттегін жеткізуді жақсартып, бүйрекке түсетін стресс пен аурудың алдын алады. Жасыл бұршақтың құрамында калий мен фосфор бар. Бір кесе жасыл бұршақта шамамен 209 мг калий және 38 мг фосфор болады. Сондықтан күнделікті жарты кесе немесе бір кесе жасыл бұршақ жеу бүйрек функциясын жақсартып, креатининді төмендетуге жеткілікті. Қант диабетімен ауыратын адамдарға жасыл бұршақ өте пайдалы. Себебі оның төмен гликемиялық индексі шамамен 32 қандағы қант деңгейін тұрақтандыруға көмектеседі және қанға қанттың тез сіңуін бәсеңдетеді. Жасыл бұршақта талшық көп болғандықтан, оны басқа көмірсулармен бірге қолданғанда қандағы қанттың көтерілуін тежейді. Жасыл бұршақты таңдағанда қатты, серпімді және жаңа бұршақтарды таңдау керек. Дау жақтан немесе сәл құлау белгілері бар бұршақтарды алмаңыз. Жасыл бұршақты дайындамас бұрын жақсылап жуыңыз. Шеттерін қиып, шағын кесектерге бөліңіз. Мұздатылған жасыл бұршақтарда дәм немесе тұз қосылғанын таңдамаңыз. Себебі оларда натрий көп болады. Ол қан қысымын көтеріп, бүйректегі сұйықтықты сақтауды арттыруы мүмкін. Жасыл бұршақты қайнатуға, қуырылуға, грильде пісіріп немесе азмаймен қуыруға болады. Ең жақсы тәсілі буға пісіріп, лимон шырынымен зәйтүн майымен дәмдеу. Жасыл бұршақ 5-7 минут буға пісірілгенде жұмсақ, бірақ сәл қытырлақ болады. Пісіргеннен кейін лимон шырынымен аздап теңіз тұзын қосып, ұсақ туралған ақжелкен және зәйтүн майы қоссаңыз, бүйрекке пайдалы әрі дәмді гарнир дайын болады. Күнделікті жарты кесе немесе бір кесе жасыл бұршақ көпшілік бүйрек ауруларымен ауыратын адамдар үшін қауіпсіз және пайдалы. Дегенмен, жасыл бұршақты шикі қолданғанда лектининдерге назар аудару қажет. Лектининдер бұл табиғи ақуыздар. Олар шикі көп қолданылса, жеңіл ас қорыту мәселелерін туындатуы мүмкін. Сондықтан жасыл бұршақты буға пісіріп немесе аздап қуырып жеу ұсынылады. Себебі пісіру оларды бейтараптандырады. Қияр бүйректерді қорғауға және креатининді төмендетуге көмектесетін соңғы көкөніс. Бұл өте жеңіл және пайдалы тағам. Ең қарапайым тәсілі қияр салаты. Сізге қажет болады: 2 кесе жаңа қияр, 2 шай қасық кезар немесе итальян салат соусы, дәміне қарай жаңа тартылған қара бұрыш. Дайындау әдісі: қиярларды жуып, қалауымызша торас. Оларға салат соусын қосып, жақсылап араластырыңыз. Дәміне қарай қара бұрыш себіңіз. Салатты қақпақпен жауып, біршама уақыт тоңазытқышта салқындатыңыз. Салатты салқын күйінде, қытырлақ әрі сергітетін тағам ретінде дастарханға қойыңыз.
Қиярдың бұл салаты бүйректерге жеңіл әрі пайдалы. Ол организмнен токсиндерді шығарып, креатинин деңгейін төмендетуге ықпал етеді. Сонымен қатар, қияр салаты кез келген бүйрекке пайдалы диетаға қосуға өте ыңғайлы. Күн сайын біршама мөлшерде қияр тұтыну бүйрек қызметін жақсартып, денсаулығыңызды сақтауға көмектеседі. Алма бүйрекке пайдалы жеміс. Көп адамдар алма жай ғана тәтті және хош есті деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде бұл жеміс бүйректерді қорғау мен креатинин деңгейін төмендетуге керемет көмектеседі. Алманы дұрыс қолдансаңыз, ол ағзаны тазалауға, қабынуды азайтуға және жалпы денсаулықты жақсартуға әсер етеді. Бірінші, антиоксиданттық әсері. Алма құрамындағы флавоноидтар мен витамин С күшті антиоксиданттар болып табылады. Олар бүйрек жасушаларын тотығу стрессінен қорғайды, қабынуды азайтады. Бүйректердегі қабыну азайған сайын олардың жұмысы жеңілдейді, креатинин деңгейі тұрақтанады. Екінші, табиғи детоксикация. Алма құрамындағы талшықтар мен фитонутриенттер ағзадан токсиндерді шығарып, бүйрекке түсетін жүктемені азайтады. Бұл әсіресе креатинин деңгейі жоғары адамдар үшін өте маңызды. Үшінші, ас қорытуға және қант деңгейіне әсері. Алмадағы талшық, фибр, ас қорыту жүйесін жақсартады. Сонымен қатар, талшық қандағы қанттың біртіндеп сіңуін қамтамасыз етеді. Бұл әсіресе диабетпен ауыратын адамдар үшін өте пайдалы, себебі тұрақты қант деңгейі бүйрек ауруларының алдын алады. Төртінші, қабынуға қарсы қасиеттері. Алманың құрамындағы фитонутриенттер мен антиоксиданттар бүйрек тініндегі қабынуды азайтады. Қабыну төмендеген сайын бүйрек функциясы жақсарып, креатинин деңгейі төмендейді. 5. Қан құрамына әсері. Алма құрамында калий мен фосфор белгілі мөлшерде бар. Олар бүйрек функциясына зиян келтірмейтін деңгейде. Сонымен қатар, алма жүрек қан тамырларына да пайдалы, себебі қан қысымын тұрақтандыруға көмектеседі. 6. Қалай қолданған дұрыс. Жаңа күйінде жеу ең тиімді әдіс. Пісіру кезінде антиоксиданттар азайып кетеді. Күнделікті бір алма жеткілікті. Бұл ағзаға пайдалы әсерін береді. Бірақ қант деңгейін бақылауға жет болса, артық жемеу керек. Алманы салатқа қосып, йогуртпен немесе жеңіл тағамдармен бірге қолдануға болады. 7. Қосымша кеңестер. Алма терісін тазаламай жеу ұсынылады. Себебі теріде антиоксиданттар мен талшық көп. Егер тісіңіз сезімтал болса, немесе асқазанға ауыр болса, теріні алып шағын бөліктерге кесіп жеуге болады. Алма мен лимонды бірге қолдансаңыз, антиоксиданттық әсері күшейеді. Жүзім. Бүйрекке және креатининге пайдалы жеміс. Жүзім тек тәтті және дәмді ғана емес, сонымен бірге бүйректерді қорғауға керемет әсері бар жеміс. Ол құрамындағы табиғи қосылыстар арқылы бүйрек жасушаларын қорғап, креатинин деңгейін төмендетуге көмектеседі. Бірінші, антиоксиданттық қасиеті. Жүзімде ресвератрол және флавоноидтар көп. Бұл антиоксиданттар бүйрек жасушаларын тотығу стрессінен қорғайды және қабынуды азайтады. Бүйректегі қабыну төмендеген сайын креатинин деңгейі тұрақтанады және бүйрек жұмысы жақсарады. Екінші, табиғи детоксикация. Жүзім ағзадан токсиндерді шығару процесін қолдайды. Оның құрамында талшық пен су көп болғандықтан бүйрек арқылы артық токсиндер мен сұйықтықтың шығуын жеңілдетеді. Үшінші, қабынуға қарсы әсері. Жүзімдегі ресвератрол бүйрек жасушаларындағы қабынуды азайтады. Қабыну азайған сайын бүйрек жасушалары сау болып, креатинин деңгейін бақылау оңай болады. Төртінші, қан қысымын тұрақтандыру. Жүзімдегі калий құрамының арқасында ол қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Бұл бүйрек үшін өте маңызды. Себебі жоғары қан қысымы бүйрек тінін зақымдап, креатининді көтеруі мүмкін. 5. Қант деңгейін тұрақтандыру. Жүзімде табиғи қант бар, бірақ оны талшықпен бірге қолдану қандағы қантты біртіндеп сіміруге мүмкіндік береді.
Бұл диабетпен ауыратын адамдар үшін өте пайдалы, себебі тұрақты қант деңгейі бүйрек ауруларының алдын алады. 6. Қалай қолданған дұрыс? Жаңа жүзімді күніне 1 стакан жеу жеткілікті. Салатқа, йогуртқа немесе жеңіл тағамдарға қосуға болады. Кептірілген жүзім изюмде пайдалы, бірақ оны аз мөлшерде қолдану керек, себебі құрамында қант көп. 7. Қосымша кеңестер. Қызыл немесе қара жүзімді таңдаңыз, өйткені олардың құрамында антиоксиданттар көбірек болады. Жүзімнің терісін тазаламай жеу ұсынылады, себебі терісінде ресвератрол көп. Егер асқазаныңыз сезімтал болса, керіні алып жеуге болады. Асқабақ креатининді төмендетуге және бүйректі қорғауға пайдалы көкөніс. Асқабақ жеңіл, дәмді және бүйрекке өте пайдалы көкөніс. Оның құрамында ағзаға қажетті көптеген дәрумендер мен минералдар бар. Сонымен қатар, креатинин деңгейін табиғи түрде төмендетуге көмектеседі. 1. Құрамындағы дәрумендер мен минералдар. Асқабақта витамин А, С, Е, В1, В2, В3, В6, сондай-ақ кальций, калий, магний, кемір және фосфор бар. Бұл дәрумендер мен минералдар бүйрек жасушаларын қорғап, олардың қалыпты жұмыс істеуіне ықпал етеді. 2. Антиоксиданттық әсері. Асқабақтағы бета-каротин, флавоноидтар және басқа антиоксиданттар бүйрек тіндерін тотығу стрессінен қорғайды. Қабынуды төмендетеді. Бұл креатининді бақылауға көмектеседі және бүйрек қызметін жақсартады. 3. Суды ұстамауға көмектеседі. Асқабақта су мен талшық көп, сондықтан ол ағзадан артық сұйықтықты және токсиндерді шығарып, бүйрек жұмысын жеңілдетеді. 4. Қан қысымын төмендету. Асқабақ құрамындағы калий қан қысымын реттеуге көмектеседі. Қан қысымы тұрақты болған сайын, бүйрек зақымдануы азайып, креатинин деңгейі қалыпқа келеді. 5. Қабынуға қарсы әсері. Асқабақтағы фитохимиялық қосылыстар бүйректегі қабынуды азайтады. Қабыну төмендеген сайын, бүйректегі қысым азайып, креатининнің көтерілуі алдын алады. 6. Қалай қолданған дұрыс? Күніне жарты стакан пісірілген немесе бумен піскен асқабақ жеу жеткілікті. Салаттарға, сорпаларға, пюре немесе жеңіл тағамдарға қосуға болады. Тұзды аз қолдану маңызды, себебі артық тұз бүйрекке қосымша жүктеме береді. 7. Қосымша кеңестер. Асқабақты пісіргенде бумен немесе қайнату арқылы дайындау ең тиімді. Бұл дәрумендер мен минералдардың сақталуына көмектеседі. Асқабақ тұқымын да қолдануға болады. Оларда да бүйрекке пайдалы май қышқылдары мен антиоксиданттар бар. Күнделікті рационға қосу арқылы креатининді табиғи түрде төмендетуге болады.